Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз грузин асханасынан осындай керемет дәмді шығатын хачапури дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 180 мг жылы суымызға 1 қасық қант, 1 қасық дрожж салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Осы уақыттың ішінде дрожжымыз көтеріліп, бетінде опора пайда болады. Бөлек ыдысымызға 400 грамм ұнымызды қосып, бетіне жарты қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осы уақыт аралығында біздің дрожжды қоспамыз дайын болды, көтеріліп, енді осыны қосып, жақсылап ең алдымен қасықпен араластырып, содан соң қолмен араластырып, жақсы жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Видео ұнаса, соңына дейін көріп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр дайындалды. Енді осыған 2 қасық, үлкен қасықпен майымызды қосып, жақсылап қамырға май сіңгенше илейтін боламыз. Міне байқағандарыңыздай, біз қамырды жақсылап иледік, июі қанды, майы бойына сіңді. Енді жарты сағатқа немесе 20 минутқа көтерілгенше бетін жауып қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 350 немесе 400 грамм сырымызды үккіштен өткізіп, татымына қарай тұз қосып, бір жұмыртқаның ағын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. 1 минут, 2 минуттай. Содан соң 50 грамм суымызды қосып, тағы да араластырамыз. 1-2 араластырғаннан соң үстіне үлкен қасық пен 2 қасық ұнымызды салып, ұнымыз әбден араласқанша сырды езетін боламыз. Салмамызды жақсылап араластырғаннан соң сырымыз осылай біріккіш болып келеді. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қамырымыз осы сәтте көтерілді. Енді осы тестамызды алып 2-ге бөлеміз. Біздің осы тестадан, яғни 2 хачапури шығады. Бөліп алған тестамызды қолмен жайып шығамыз. Оқтаудың көмегінсіз қолмен ғана жаямыз. Жақсылап жайып болғаннан соң 2 шетіне салмамызды салып, хачапуридің формасына келтіріп орайтын боламыз. Орап, жақсылап формасын келтіріп алғаннан соң, қалған салманы ортасына саламыз. Және де пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. 180-200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Ең алдымен осылай қызарған кезде бір жұмыртқа немесе жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да 5 минутқа газға қойып аламыз. Осылай дайын болған кезде сырмен жұмыртқаны жақсылап араластырып, отбасыңызға ыстықтай кезінде ұсынсаңыз, бәріне ұнайды деген ойдамын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Боташка. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.